Сәлем достар. Бүгінгі біздің айтатын тақырып жүкті әйелдер туралы қызықты 32 дерек болмақ. Ең әдемі әйел жүкті әйел. Бұл әйелдердің әлемі басқа. Олар ашуланшақ, тым ерке, эмоциялы болып келеді. Аяғы ауыр уақыттағы қорқыныш барлық әйелге тән. Жүкті әйелдер туралы қызықты деректерді материалымыздан оқи аласыздар. Біріншіден, жаңадан туылған сәбидің көзі нашар көреді, бірақ анасын бірден тани алады. Екінші, жүкті әйелдердің ас қорыту процесі баяулайды. Себебі сәбиге қажетті пайдалы азық бөлінеді. Үшіншіден, қарындары тез ашады, тамақты талғап жейді. Төртіншіден, көңіл күйлері тез арада ауысады. Бесіншіден, Томас Бетти бала көтерген алғашқы ер адам. Алтыншы, күні жетпей туылған бала 22 апта 6 күн ғана құрсағында болған. Бұл әлемдегі ең кішкентай мерзім, бала қаламсаптың көлемінде ғана болған. Жетінші, ең ұзақ жүктілік 375 күнге дейін созылған. 1 жылдан астам уақыттан кейін туылған баланың жағдайы қалыпты. Сегізінші, зерттеулерге сүйенсек, аяғы ауыр кезінде шылым шеккен аналардың басым бөлігі дүниеге қыз бала әкеледі екен. Тоғызыншы, аяғы ауыр әйелдерге күніне 300 калория артығымен жеу керек. Олардың ағзасы құнарлы тамақты талап етеді. Оныншы, статистикаға сүйенсек, соңғы 10 жыл ішінде әйелдердің 40% кесареваның көмегімен босанған. 11-ші, жүкті әйелдің аяғының өлшемі 1-2 есеге үлкейеді. 12-ші, жүкті әйелдің иіс сезу мүшесі ұлғая түседі. Кез келген иісті жақтырта бермейді. Бұл сәбиді зиян иістермен уландырмаудың әдіс тәсілі деседі. 13-ші, бала туылғанда тізесінің сүйегі болмайды. 14-ші, әйелдердің 99% перзентханада босанады. Олардың 91% акушердің көмегіне мұқтаж болады. Бірақ босанудың басқа әдістерін қолдайтын әйелдерде бар көрінеді. 15-ші, бесем табудың мүмкіндігі 600 мың адамның ішінен біреу ғана. 16-ші, бала анасының құрсағында жатқанда саусағын сора бастайды. 17-ден, жүкті әйелдердің шаштары қалың, әлі жылтыр болады, себебі олардың ағзасында өзге гормондар бөлінеді. 18-ші, егерде анасының да, әкесінің де бойы кішкентай болса, ортадан шыққан баланың бойының ұзын болуы әбден мүмкін. 19-ші, әр 3 секунд сайын дүниеге сәби келеді. 20-ші, бала туылмағанға дейін дәретке баруды қажет етпейді. 21-ші, әйел адамның 40 жаны бар деп жатады. Бірақ аяғы ауыр кезде олар өте әлсіз келеді. Кез келген жағдай баланың шетінеп кетуіне немесе түсіктің болуына себеп бола алады. 22-ші, аяғы ауыр әйел ерекше құлпырып кетеді. Ол рас. Жүктілік кезінде әйел адамдардың терісі жаңа туған сәбидікінде жұмсақ болады. Себебі аяғы ауыр кезде әйел адамның ағзасындағы қан мөлшері 50%-ға артады. 23-ші, кейбір ер адамдар әйелінің аяғы ауыр кезінде құсу, салмақ қосу, ішінің ауруы, бас айналу, тәбеттің болмауы секілді белгілер пайда бола бастайды. 24-ші, жүктіліктің 10% түсікпен аяқталады. Түсіктің көбісі алғашқы апталарда болады. Ол туралы әйелдің өзі де білмеуі мүмкін. 25-ші, жүктілікті кезінде әйелдің жүрегі мен бауырының көлемі ұлғаяды. 26-ші, бала құрсақта жатқан кезде жылайды, күледі, тіпті билейді де. Сол үшін әйел адам үнемі жақсы ән тыңдап, жақсы әңгіме айтып, тек жағымды нәрселерді ойлау керек. Анасы қандай сезімде болса, баласы да сол эмоцияларды бастан кешіреді. 27-ші, балалардың көбісі көк, сұр көк, аспан көк түсті көздермен туылады.
ол баланың ағзасында меланин пигментінің жетіспеуі деп түсіндіреді ақ халаттылар. Жарты жыл ішінде көзінің түсі өзгеруі мүмкін. Егер де меланин жеткіліксіз болса, онда көзінің түсі көк түсті болып қала береді. Ал меланин пигменті жеткілікті болса, онда көзінің түсі қоңырқай немесе жасыл түске өзгереді. 28. Ең көп балалы ана Ресей тұрғыны Федорова Василь қызы. Ол дүниеге 69 бала әкелген. 40 жылдың ішінде 27 рет босанған. 4 рет төртем, 7 рет үшем, 16 рет егіз бала тапқан. Ең қызықты дерек 29. Жүктілікті кезінде екінші рет қайта көтеріп қалу, яғни әйел адам жүктіліктің 3-4 аптасында немесе 4-5 айында жүргенде екінші баласын көтеріп қояды. УЗИ жасау кезінде ол егіз немесе екінші бала мүлдем байқалмауы да мүмкін. Бұл өте сирек кездесетін жағдай. Қай бала қай уақытта ұрықталғанын босанғаннан кейін ғана анықтауға болады. 30. Ең жас ана атанған 5 жастағы Лина Медина есімді қыз. Құрсақ қуысы қатты ауырып, анасы оны ауруханаға алып келген. Дәрігерлер Линаның аяғының ауыр екендігін бірден анықтаған. Кесарево жасап, 1933 жылы дүниеге Херардо есімді ұл келді. Херардо өзінің туған анасы Лина екендігін 40 жасында бірақ білген. 31. Егіз немесе үшем тууға ұзын бойлы және толық әйелдердің мүмкіндіктері басым. 32. Баланың саусақ іздері туылғаннан кейін 3 айдан соң ғана тұрақталады. Бүгінге осы. Біздің каналымызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.